Соңғы кездері ел ішінде көп талқыланған жаңалық Мөлдір Мұханова мен Тұрсынбек Қабатовтың ажырасуы еді. Бұл жаңалық халықты есеңгіретіп түрлі пікірге бөлген болатын. Алайда қазір Мөлдірдің жүрегінде өзгеше бір өзгеріс бар сияқты. Ол өзінің соңғы жазбаларында кешірім жайлы жиі айта бастады. Уақыт бәрін емдейді. Кешірім жүректі жеңілдетеді деген ишаралы сөздері көпшілікті ойға қалдырды. Бұл сөздер Тұрсынбекке арналып айтылды ма? Жүрегінде әлі де жылы сезім бар ма? Жаңадан бастауға дайын ба? Деп қызыға сұрап жатыр. Мөлдірдің бұл жұмбақ сөздері шынымен де кешірім берудің алғашқы қадамы ма? Әлде жай ғана өмірлік философия ма? Ажырасу туралы ақпарат шыққан бойда әлеуметтік желілерде түрлі пікір жазылды. Бірі әркімнің өмірі өз таңдауы десе, енді бірі жылдар бойы бірге болған жұптың айырылуы өкінішті деді. Бұл жағдай халыққа да, олардың жанкүйерлеріне де ауыр тиді. Бірақ соңғы аптада Мөлдір Мұханованың жазбалары елді тағы да елең еткізді. Ол өзінің посттарында кешірім жайлы көп айтып жатыр. Уақыт жараны емдейді. Кешірім жүректі жеңілдетеді деген сөзі көптің көкейінде сұрақ қалдырды. Қалың көпшілік Мөлдір кешірім беруге дайын ба деп қызу талқылап жатыр. Кейбір жанкүйерлері екеуі татуласуы мүмкін десе, басқалары бұл мүмкін емес деп қарсы пікір білдіруде. Балалары үшін қайта қосылуы мүмкін. Кешірім тек рухани, бірақ қарым-қатынасқа қайтып келмейді. Шоу-бизнесте мұндай жағдай жиі болады деген ойлар көптеп жазылып жатыр. Қалай болғанда да Мөлдір Мұханованың кешірім жайлы жазбасы халық арасында үлкен резонанс тудырды. Шын мәнінде бұл жүректің шыныққанын, уақыттың емін көрсететін сөздер ме, әлде бір жаңа бақытқа жол ашатын қадам ба? Оны тек уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық. Ел әлі де бұл тақырыпты қызу талқылап, әр жаңалығын күтіп отыр. Не десек те, Мөлдір Мұхановаға шын бақыт тілейміз.